Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға сәлем. Бұл жолы тағы да Бавария центрдегі жүрілген көліктерді түсіруге келдік. Қателеспесем, соңғы рет бұл жердегі жүрген көліктерді 4 ай бұрын түсірген шығармын. Сондықтан тағы да бір рет келіп, көріп, сіздер үшін түсіруге бел будым. Соңына дейін көріп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер, біз үшін үлкен көмек. Ал достар, бұл жақта бизнес класстың көліктері дерлік барлығы. Бір-екеу ғана болмаса. Бұл көлік бізде Porsche Macan. Ақ түсті. Аттың. Несі бар. 2019 жылға 23 мың километр жүрген, қозғалтқышының көлемі 2.0 автомат. 252 аттың күшін береткен. Бағасы 33 миллион теңге. Іші қызыл түсті былғардан жасалған. Титановый дискі. Өзінің оригинал Porsche деген. Яғни 252-ге 4 баллонын, тағы да алдындағы артындағы эмблемасын қосатын болсақ, 258 аттың күші болып тұр ғой. Ал біз келесі көлікке өтеміз. Бізде бұл да Porsche Cayenne қара түсті екен. 2008 жылға 252 мың километр жүрген, қозғалтқышының көлемі 3.6 автомат. 290 аттың күшін береді. Бағасы 6 миллион 800 мың теңге. Сырты қара, іші қара. Кішкене ескірген ішіндегі салоны, бірақ өзінің 2008 жылғы көлікке сай деп ойлаймын, 252 мың километр жүрген. Келесі көлік бізде BMW X5. BMW X5 2016 жылғы екен. Сырты көк түсті. 306 аттың күшін беретін 3.0 қозғалтқышты көлемді қозғалтқыш орнатылған автомат. 67 мың километр жүрген. Іші қара түсті кожадан жасалған, қара түсті былғардан жасалған. Бағасы 18 миллион 800 мың теңге. Жалпы қатты ескірмеген. Ал біз келесі көлікке өтеміз. Келесі көлік бізде қызыл түсті BMW. Қызыл түсті BMW X6. Аяқ қоятындары бар екен. 350i драйв деп жазылып тұр. Қозғалтқышының көлемі 3.0 автомат. 306 аттың күшін береді. 123 мың километр жүрген. 2012 жылғы BMW X6. Іші қара кожадан жасалған. Бетінде чехолдар кигізілген екен. Яғни қыста өте жылы болады, бірақ жазда кішкене жанып кететін болмаса. Бағасы 13 миллион теңге. Land Rover Evoque. Range Rover. 2018 жылғы екен. 290 аттың күшін беретін 2.0 көлемді қозғалтқыш орнатылған. 19 мың километр жүрген автомат. Сырты ақ, іші қара, түсті былғардан жасалған. Бағасы 18 миллион теңге. Жалпы жағдайы өте керемет жағдайда. ...222 кузовтағы көлік S63 AMG V8 битурбо 2014 жылғы екен. 116 мың
километр жүрген, іші аппақ кожадан, перфорированный кожадан жасалған. Қозғалтқышының көлемі 5/5, автомат, бағасы 31 миллион теңге. S-класс комфорт қой. Қазір 223 шанақ шығып, барлығы соған көшіп жатыр. 222 кішкене қолданыстан шығып жатыр. Мынау көлік бізде. Nissan Juke Nismo. Кішігірім. Қатты, мықты деп айта алмаймын, бірақ кішігірім. Спортивный лау машина. 2013 жылғы 1.6 автомат. Яғни түрі де өте әдемі. Іші кожадан жасалмаған. Матадан жасалған, бірақ өте жақсы сападағы. Кішкене жүргізуші жақтағы орындық кішкене ескірген көрініп тұр. 2013 жылы 98 мың километр жүрген екен. 1.6 автомат. Бағасы 6 миллион 900 мың теңге. Төрт доңғалағы да тартады. Толық жетекті. Nissan Juke Nismo. Ал енді Nissan. Нан Hyundai'ға өтеміз. Hyundai Elantra 2019 жылға 27 мың километр жүрген 1.6 автомат. Іші матадан жасалған. Бензинмен жүреді, алдыңғы жетекті. Бағасы 8,5 миллион теңге екен. Менің ойымша бұл баға бұл көлікке өте қымбат. Келесі көлік бізде BMW X3. X деген қалып. Michelin деген баллондар, доңғалақтар орнатылған. 2019 жылғы 22 мың километр жүрген. Қозғалтқышының көлемі 2/0, 184 аттың күшін береді, автомат. Іші теріден жасалған. Кожадан. Бағасы 22 миллион 500 мың теңге. М деген жазу бар екен. Бірақ М емес. Бизнес-класс семерка мен пятерканың айырмашылығы. Яғни мені пятеркадан бастайық. BMW 530 алды тонировка кигізілген. 2019 жылғы екен. Көрініп тұр ма? Шет-шеттеріндегі терезелердің барлығы тонировка жасаған. 20 мың километр жүрген. Қозғалтқышының көлемі 2/0 автомат. 252 аттың күшін береді екен. Бағасы 24 миллион 500 мың теңге. Іші матадан жасалған. Жалпы мындай стильный қылып жасап қойыпты. Қарасыздықтармен өте стильный. Michelin деген баллондар тұр. Выхлоптары Akrapovic. Таза жастарға арналған көлік. Тормозы қаншалықты жеңіл. 24 миллион 500 мыңға. Бұл көлік бізде BMW 750. 2017 жылы шығарылған екен. Шетіндегі терезелері тонировка жасалған, бірақ жай қатты тонировка емес. 39 мың километр жүрген екен. Қозғалтқышының көлемі 4/4 автомат. Бағасы 32 миллион теңге. 450 ваттың күшін береді екен. Жалпы мынандай көліктерге осы жақтан көлік алады ғой негізінде. Жаңағыдай Mercedes-терменге. Джипқа қызығатын болсаңыздар, міндетті түрде осыны көріңіздер.
Toyota Land Cruiser 200. 2020 жылғы 16.500 ғана километр жүрген екен. 4.6 автомат. Сырты қара, іші қара. 309 аттың күшін береді екен. Бағасы 42.500.000 теңге. Толық жетекті. Келесі көлік үстінде рейлингтар бар екен мындай. Land Cruiser Prado 200 2014 жылғы. Сырты қара, іші қара, кожадан жасалған. 94 км жүрген, 4.6 автомат, 309 аттың күшін береді, бағасы 25 миллион теңге. Мындай сызықтарға көреді ме? Саусақтар, тырнақтармен. Поцарапать етіп тастаған, жыртып тастаған. Алпы көліктің жағдайы жақсы. Басқа жағдай. Дәл соның ақ түстісі 2013 жылғы екен бірақ. Жалпы сырты ақ, іші қара. Іші кожадан жасалған екен. Беті чехол, қателеспесем. 125.000 км жүрген, 4.6 автомат. Бағасы 21.700.000 теңге. Негізі осы көліктердің моторы шыдамды келеді деп айтып. Және де комфорт та бар. Тағы да Land Cruiser 200 2018 жылғысы бірақ 33.500 км жүрген, 4.7 автомат. Іші перфорированный кожадан жасалған. Автомат. Сырты ақ, іші қара. Бағасы 35.700.000 теңге. Негізі осындай 150-200 бен байқасаңыздар, мысалға осы ұзақ жолға шыққан кезде 2-3 машина болып кетіп бара жатады осылар. Немесе охотаға шыққанға да бұл көліктер жақсы деп ойлаймын, өйткені жолда қалдырмайды. Келесі көлік бізде Land Cruiser Prado 150 2017 жылғы, сырты ақ, іші қара, теріден жасалған. 2.7 қозғалтқышын көлемі 163 аттың күшін береді екен. Автомат 23 миллион теңге сұрап тұр осы көлік үшін. Үстінде рейлингтары бар. Қазір алдында көрсететін көліктердің, осыға дейін көрсеткен көліктердің 570 2011 жылға 205.000 км жүрген, қозғалтқышын көлемі 5.7 автомат. 5.7 қозғалтқышы 367 аттың күшін береді екен. Толық жетекті, бағасы 19 миллион теңге. Сырты ақ, іші ақ. Теріден жасалған. Келесі бізде енді сәл ескілеу Land Cruiser Prado 2013 жылға 191.000 км жүрген, 4.0 автомат. Іші матадан жасалған, теріден емес, матадан жасалған екен. Бағасы 17 миллион. Ал бізде келесі көлік Toyota Land Cruiser Prado 200 4.6 55.000 км жүрген. 2017 жылғы 35 миллион теңгеге. Сырты ақ, іші қара, теріден жасалған. Жалпы жағдай жақсы. Енді достар 570 қалды. Қозғалтқышын көлемі үшеуінкі бірдей. Екі шетіндегісі ақ, ортасындағысы сұр. Бағасын айта кетейін. 2017 жылғы 70.000 км жүрген, іші қызыл кожадан жасалған. Бағасы 40.500.000 теңге. Бірінші қара түсті. Екіншісі сұр түсті. Сұр түсті 2018 жылғы 3.000 ғана километр жүрген екен, 5.7 автомат. Бағасы 47.500.000. 3.000 километр деген әшейін сатып алғанда бір жерге қойып қойған.
и 3000 км айдаганда кийин сатып жиберген. Трейдингге алыштырган. Мынасы 2019 жылғы 41 000 км жүрген. Бағасы 45 500 000. Соңғы екеуінің іші қара кожадан жасалған, қара теріден жасалған. Жалпы достар, осымен шығарылымымыз тәмамына жетті. Лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөліссеңіздер біз үшін үлкен қолдау. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.